Зайырлы мемлекеттің қағидасына сәйкес, діни білім беру ошақтарын қоспағанда, білім беру орындарында діни негізде сабақтар жүргізілмейді. Осы қағиданы кей кездері оқушыларымыз ұмытып кететін жайттар кездесіп жатады. Қазіргі таңда мектеп оқушылары арасында дін саласына байланысты кейбір мәселелер ушығып тұр. Олардың бірі мектептегі орамал мәселесі, оқушылардың сабақ уақытында діни жоралғыларды атқаруы, мектеп формасын сақтамауы және тағы да басқа секілді жағдаяттар кездесіп тұрады. Еліміздің зайырлы қағидаттары бойынша дін саласындағы саясатты айқындайтын ескере отырып, мектеп оқушылары арасындағы түрлі мәселелердің алдын алуымыз қажет. Жергілікті атқарушы органдар тарапынан мектеп ұстаздары және діни қызметкерлер бір-бірімен қоян-қолтық тығыз жұмыс жасау арқылы түрлі мәселелер мен ауыртпашылықтардың алдын ала аламыз. Мектеп формасына қойылатын талаптар хиджабты киюге тыйым салады. Өйткені кез келген атрибутика, нышан, элементтер белгілі бір дінді насихаттайды. Заң алдында барлық діндердің тең екендігін мәлімдейміз. Зайырлылық қағидаттарына сәйкес қандай да бір діннің үстемдігіне жол берілмейді.